Абаса сүресі. Рахман. Әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Тыжырынып теріс айналды. Қасына бір зағип кісі келген үшін сөйтті. Сен қайдан білесің? Бәлкім ол күнәдан арылар. Я болмаса Алланың сөзіне құлақ асып, ақыл алар. Сөйтіп айтылған ақылдың оған пайдасы тиер. Ал байлығы мен атақ абыройына сеніп, иләһи нұсқауды қажетсінбейтінге келсек, сен оның исламды қабылдауын қалап, оған ерекше ықылас қойып көңіл бөлесің. Сен оның күпірліктен, жамандық атаулдан арылғысы келмегеніне жауапты емессің. Сенің міндетің оған ақиқатты жеткізіп, жөн сілтеу ғана. Ал жаныңа еміне ентелеп келген, һәм Алладан шын именген күйде еміне ентелеп келген жанға келсек, сен оған тиісінше көңіл бөлмейсің. Жоқ, олай істеуге болмайды. Өйткені Құран баршаға арналған теңдессіз насихат һәм ескерту. Енді қалаған жан оған ой жүгіртіп ғибрат алар. Ол сондай қасиетті парақтарға жазылған. Алланың құзырындағы сондай ұлы һәм пәк, яғни жалған атаулыдан, қарама қайшылықтан ада мінсіз парақтар. Алладан уахи жеткізетін елші періштелердің қолымен, аса ардақты ізгі періштелердің қолымен тасымалданатын қасиетті парақтар. Әй, мүрдем кеткір кәпір адам, түріне қарамай күпірлікте қасарысуын қарашы. Алла оны не нәрседен жаратты? Ең болмаса, соны ойласа ғой. Әлбетте ер мен әйелден бөлінген бір тамшы судан жаратты. Жаратты да оған өлшеулі, әрі келісті кескін келбет және өлшеулі өмір, өлшеулі ризық несібі берді. Содан соң ол үшін шын бақытқа жеткізер жолды жеңілдетті. Соңында оны өлтіріп, қабірге қойдырады. Кейін қалаған уақытында қайтадан тірілтеді. Жоқ, шынтуайтында адам баласы, яғни кәпір адам, Алланың өзіне бұйырғанын орындамады. Ал енді адам баласы өзінің ас-ауқатына зер салып қарасын. Расында, біз жауынды молынан жаудырамыз. Содан соң, жауын суына қанған жерді қопсытып, егістікке әзір күйге келтіреміз. Нәтижеде, онда дәнді дақылдар өсіреміз. Сондай-ақ онда жүзім мен сан алуан көкөністер, зәйтүн мен құрма ағаштарын, ағаштары еңселі қалың бау-бақшалар, басқа да сан түрлі жеміс-жидек пен шөп шүйгін өсіреміз. Мұның бәрі сендердің және малдарыңның игілігі үшін. Алайда құлақты жаратын ащы дауыс, яғни сурдың жойқын үні шыққан кезде, сол күні адам баласы өз бауырынан безет, тіпті өз анасы мен әкесінен, жан-жары мен бала-шағасынан безет. Сол күні олардың әрқайсысы өз басымен қайғы болады. Ол күні кейбір жүздер жарқын болмақ, күлім қаққан, қуанышты болмақ. Сондай-ақ, ол күні шаң тозаң мен топыраққа бөккен жүздер қараңғыға батып, түнерген жүздер де болады. Міне солар ардан безіп, күнәға белшесінен батқан кәпірлер.